Қайырлы күн, асылдарым. Менің есімім Мадина. Мен сіздерге бүгін тосап қосылған өте дәмді, ерекше болып шығатын пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Бізге таза ыдыс, сары май, 3 жұмыртқа, қант, сүт, ұн, ванилин мен разрыхитель және варенье керек болады. Тосап, венчик және елек керек болады. Сары майымызды алып, ыдысымызға саламыз. Бұл жерде менде орташа үй температурасында тұрған сары май, қатты ерімеген. Жақсылап араластырамыз. Бұл жерде сары май жабысып қалады венчикке, өйткені ол қатты ерімеген. Сол себепті бір жұмыртқа сала отырып, сары май мен жұмыртқаны біріктіреміз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық, екінші жұмыртқамызды алып саламыз. Тағы да біраз уақыт араластырамыз, бірнеше секунд. Араластырып болдық, үшінші жұмыртқамызды саламыз. Араластырып болдым біраз уақыт. Енді оған қантымызды саламыз. Қантымыздың барлығын саламын мен. Енді тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырамыз, бірнеше секунд араластыру керек. Араластырып болдым. Енді оған 100 мг сүтімізді құямыз, 100 грамм. Мен сүттің барлығын құямын. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді елегімізді алып, оған ұнымызды саламыз. Ұнымыздың жартысын саламын. Бұл жерде 500 грамм ұн. Мен ванилин мен разрыхительді салуды ұмытып кеткен екенмін. Қазір ұнға қосып жібереміз. Ванилин разрыхительдің жартысын қосамыз. Және ванилин сахардың да жартысын қосамыз. Ұнға қосып жібереміз. Енді осы жарты ұнды барлығын қосамыз массамызға. Мен барлық ұнды салып жіберемін. Бұл жерде қаттылап, жақсылап араластыру керек. Қою масса болып шыққанша жақсылап араластыру керек. Мен араластырып болдым. Енді оған қалған жарты ұнымызды саламыз. Жарты ұнымыздың барлығын саламын. Ұнның барлығын салып болып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырды илей отырып, ұнның бары біріккенше қамырымызды илеп болдым. Қолға жабыспайды, өте жұмсақ болып шығады. Енді бізге осындай формочка керек. Домалақ осындай ыдысқа қазір пирогымызды пісіретін боламыз. Осы формочкаға мына кистичка керек. Және кистичкамызды аламыз. Және арнайы кескенге пышақ керек болады. Мен осындай пышақты қолданамын. Қазір кескен кезде ыдысымызды шетке алып қоямыз. Қамырымызды алып, қазір екіге бөлетін боламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайды. Қамырымызды екіге бөліп, екінші қамырымызды шетке алып қоямыз. Ыдысымызды майлап аламыз қазір. Кистичкамен майлап, ыдысымызды майлап дайындап қоямыз. Ыдысымызды шетке алып қоямыз, шетке ысырып. Енді қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа қылмай, орташа қылып жаямыз. Жайып болған соң ыдысымызға саламыз. Жайып болдық, ыдысымызға салып қойдым. Осылай қолмен жайып жібереміз шет-шеттеріне. Жайып болдым. Енді тосабымызды аламыз, саламыз ішіне. Бұл жерде менде өрік қосылған варенье, өріктен жасалған өрік қосылған пирог жасаймыз. Өрік қосылған вареньямыздың барлығын саламыз. Салып болдық. Енді бұны шетке ысырып қоямыз. Жаңағы қамырымызды аламыз екінші. Қолмен осылай. Енді оны жаямыз. Қолмен күлшелеп жібердік, енді жаямыз. Жайып болған соң оны осылай кесіп, сәндеп қоямыз бетіне. Пирогымыздың жіңішке етіп осылай кесіп қоямыз. Барлығын кесіп салып қойдым бетіне. Осындай болып шықты. Енді бұны 180 градуста пісіруге духовкаға саламыз. Пісіруге жібереміз духовкаға. Духовкаға пісіп шықты. Осындай болып өте дәмді, ерекше болып шықты.